Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар? Біз бүгін автокад бағдарламасы бойынша сабағымызды бастайтын боламыз. Алдымен автокад бағдарламасын орнатып болғаннан кейін сіздер определенный бір терезені ашасыздар. Определенный терезе ашылады сіздерде. Енді қараймыз, терезе ашылғаннан кейін бізге қандай объектілер көрініп тұрады. Бірінші қараймыз, бізде бірінші начало работы деген сөз тұру керек. Және де бұл жерде көретініміз бұл работа с чертежами деп тұр. Яғни чертежбен жұмыс жасау айлағы болып табылады. Мынаны басатын болсам, мен қазір чертежбен жұмыс жасау айлағына өтетін боламын. Енді ал келесі бұл бізде последний документтер. Яғни сіздің соңғы жасаған жұмыстарыңыз осы жерде көрініп тұрады сізге. Ал одан кейін бұл подключение, яғни подключение учетный записке, және де сол учетный записке өзіңіз подключение жасап болғаннан кейін сол жерде чертеждарды сақтауға болады деген сияқты. Бірақ бұл отдел өте қатты маңызды емес. Көбіне осы последний документпен жұмыс жасасаңыз болады, немесе работа с чертежами деп бірден жұмыс жасап бастауға болады. Енді мына жерге қараймыз. Астына қарасақ, бізге определенный бір шаблондар тұрады. Енді бұл шаблондар әртүрлі неге арналған, функцияға арналған. Қазіргі кезде көбіне ACAD ISO и ACAD 3D шаблондармен жұмыс жасалынады. Және де сіздердің өздеріңізде жеке шаблондарыңыз болады. Курс барысында жеке шаблонды жасау, өзіміздің жеке шаблонды құрастыру тақырыбы да өтілетін болады. Ал енді мен қазір жаңа чертежді жасау үшін оның 2-3 түрі бар. Мына жерде начало работы деп басатын болсақ, жаңа чертеж айлағына өтеміз. Немесе файл, создать, ACAD ISO деген шаблонды таңдап, открыть ететін болсақ, тағы да осы жаңа чертеж жасау айлағына өтеміз. Одан басқа мына жерде тұратын болсақ, мына жерде тағы да бізде терезе бар. Осыны бассақ, қайттан бізде жаңа чертеж жасау айлағымен жаңа чертежға өтетін боламыз. Мынау енді автокадтың ішіне біз кірдік. Мендегі версия 2020 жылғы версия. Жалпы айтқанда, автокад версиялары олар бір-біріне ұқсас. 2016 мен 2020 жылғы автокадтар олар бір-біріне ұқсас. Ал 2016-дан төмен қаратайғы версиялары олар кішкене сәл өзгешелік береді. Сондықтан курсты 2016 жылғы автокадтан басталатын версиялардан қойып, соны орнатып бастасаңыздар болады. Мен қазір мына кішігірім чертеждардан шығып кетейін. Енді қараймыз. Бізге алдымен менюлармен танысып өтейік. Мына үстіңгі қатардағы менюлар сіздерге көрініп тұрған. Бұл меню быстрого доступа дейді. Яғни тез қатарлы меню. Бұл жерде сохранить как, және де печатьқа жіберу, және команданың отмена жасау деген сияқты командалар орналасқан. Және де осы командалар бізде мына жерде орналасқан. Яғни бұл жерде автокадтың A деген значогы, ол бізде как файл деген сөз сияқты. Яғни осыны бастап, біз бағанағы негізгі элементтерге өтетін боламыз. Көрдіңіздер ғой? Жалпы, мына жерде тұрған менюлар, және мына жерде тұрған менюлар, олар екеуі бір сөзбен айтқанда бір меню деп айтсақ болады. Енді келесі меню, бұл бізде құрал саймандар тақтасы. Яғни жұмыс жасауға арналған функциялар, командалар көбіне осы панельдерде орналасқан. Бірінші ол главная, вставка, аннотация және тағы басқа деп кете береді мына жерде. Олардың түрлері көп. Және де главнаяның ішінде основной рисование, редактирование, аннотация. Бірақ қараймыз. Главный менюдің ішінде құрал саймандардың бәрі орналасқан. Бірақ егер біз вставкаға кіретін болсақ, немесе аннотацияға баратын болсақ, осы главнаяда көрсетілген аннотация деген, мынау аннотацияға жататын негізгі көрсетілімдер, олар мысалы аннотацияда тұр. Көрдіңіздер ғой? Бірақ бұл толыққанды тұр. Көрдіңіздер ғой? Жалпы бұл жерде осы главныйдың ішіндегі негізгі функциялармен жұмыс жасай берсек те болады. Енді қараймыз. Бұлардың бәрі негізінен жұмыс жасауға арналған негізгі функциялар болып табылады. Мына жерде вид және де басқа да негізгі видтардың түрі, блоктар және блоктардың түрлері туралы мына жерде көптеген ақпараттар
көрсетілген, олардың бәрін біз өтетін боламыз. Енді келесі мынау оң жақтағы менюге қарайық. Бұл жерде бізде куб. Яғни бұл куб көбіне 3D модельмен жұмыс жасау кезінде өте жақсы қолданылады, өте жақсы қолданысқа ие. Оны 3D модель өткен кезде мен тағы да көрсететін боламын сіздерге. Ал мына жерде бізде қарапайым командалар, мысалға алыстату, жақындату командалары, ол жерінде мыналар. Және де мына команда бар бізде, яғни рука, бұлай біз бұны жылжыта аламыз. Мышканың көмегімен ұстап жылжыта аламыз. Қазір мен бұны отмена беремін. Отмена командасы автокадта escape батырмасын бассаңыздар, бұл отмена болады. Және тағы сол сияқты мына жерде командалар орналасқан. Енді астыңғы панельге қараймыз. Бізде мына жерде введите команду деп тұр. Бұл командный строка, яғни командалық жол. Бұл жерде біз орындаған команданың бәрі көрсетіліп тұрады, және бізге нені орындау керектігі айтылады. Осы жер, яғни осы командный строка сіздерде міндетті түрде болу керек. Және енді астыға қарай түсеміз. Астыға қарай түсетін болсақ, бұл жерде қасиеттер панелі. Қарап отырсақ, көптеген негізгі инструменттер бар. Яғни бұл инструменттердің әрқайсының өзіндік, яғни функциялық жұмысы бар, бір сөзбен айтқанда. Енді қараймыз. Бұл жерде өте көптеген инструменттер бар, және де бұл жерден жоқ инструменттер мына жерге добавить ету үшін, осы панельдің, осы астыңғы панельге, мына жерде 3 тал сызық болады бізде. 3 тал сызықты бастап, міне бізде қайсысында мына жерде нелер тұр, белгілер тұр. Осы белгілер қойылғандар, олар бізге мына жерге көрініп тұр, ал қойылмағандар, олар көрінбей тұр. Көрдіңіздер ғой. Бұларды мен тағы да толық түрде айтып өтетін боламын. Енді біз пространство модели дейді. Яғни модель деген пространствода тұрмыз бәріміз. Бұл бізде қазір қара экран болып тұр. Сіздерде де қара экран болып ашылуы керек. Міне, оны біз қайдан білеміз? Міне, ол мына жерде пространство модели деп тұр. И одан кейін бізде пространство лист. Яғни бұл жерде қандай жұмыстар жүргізіледі? Яғни лист. Бұл жерде определенный біз листқа форматты береміз, және де форматты оформлять етеміз, және осы жерде біз чертежді оформлять етсек болады, листта. Ал лист 2 ол басқа формат берсек болады деген сияқты негізгі жұмыстарды орындайды. Бірақ та сызба жұмыстары, барлық жұмыстар бұл пространство модели, яғни модельдеу айлағында жүреді. Модельдеу осы айлықта жүреді бізде. Ал листта оформление берсек болады, және де біз осы листта оформлять етіп шығарамыз. Яғни основной надпись қойылады, және де басқа да надпистерді қою арқылы біз чертежді оформлять етеміз. Енді бізде мысалға кейбіреулеріңізге мына қара экран ұнамауы мүмкін. Біріншіден айтайын, қара экран ұнамауы мүмкін. Енді осы экранның параметрлерін айта кетейік. Экранның параметрлерін жөндеу үшін мына жердегі алдында айтып кеткен автокадтың А деген белгісі бар. Белгісін бассақ, осы жерде параметр деген шығады. Параметрді басамыз. И мына жерде бізге арнайы бір меню шығады. Қарап отырсақ, менюдің негізгі функциялары өте көп мына жерде. Көріп отырсыздар ғой. Енді қараймыз. Бізде қазір темный тема болып тұр. Біз оны мысалға светлыйға өзгертсек болады. Бірақ ол кезде басқа жерінде өзгерту мүмкін. Қазірше бұл темный болып тұра берсін. Және де цветы, вот. Осы жерде цветыйға кірсек, біз осы жерде мысалға оны ақ фонға, мынау пространствоны мысалға өзгертуге болады. Көрдіңіздер ғой мысалға. Мен принять батырмасын бастым, и ақ фонға өзгертті. Бірақ мен өзім көбіне негізіне қара немен жұмыс жасауға үйренген болатынмын. Пространствоға, сондықтан осыны қойып қоямын. Енді келесі размерді қараймыз. Размер крестика деп тұр. Яғни бұл крестиктің размері. Бізде мына жерде крестикті көрдіңіздер ғой, бұл курсор. Яғни бұны мышкамен басқарамыз. Бұл бізде крестик болып тұр. Бір сөзбен айтқанда, мынау соның размері. Отображение внешних ссылок. Контекстное редактирование аннотативных представлений. Және осы сияқты басқа да негізгі
настройкалар сізде, если сіздерде менікі сияқты тұратын болса, онда ешқандай ауытқушылық болмайды. Жалпы бұл жерде проблема неде болуы мүмкін? Проблема мынау мысалы размерінің үлкейіп кетуінде болуы мүмкін, да? Мынандай болып үлкейіп кетуі мүмкін. Яғни кейбір автокадтарды ашқанда осындай өте үлкен крестик болып шығуы мүмкін. Осы кезде сіздер параметрға кіріп, яғни размерді кішкене кішірейтесіздер. Мысалы мен қазірше немесе жазасыздар 5-ке қойып. И одан кейін қараймыз. Біз светті қалай өзгерту керек екенін қарадық. Және де одан басқа бізде построение деген бар. Яғни размер маркера, автопривязки и размер прицела деген бар. Менде қазір екеуі де былайша айтқанда размер прицела ол центрда тұр. Егер мен бұл размер прицелді үлкейтетін болсам и көрейік. Ол менде кішкене үлкейеді. Бірақ та мен оны қазірше өзінің орнына тұрғанын дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан сіздер өздеріңіздің параметрлеріңізді жөндеу барысында сіздерде осындай және де мынаны серединаға қойғандарыңыз дұрыс. Осылай болса, сіздерде де дұрыс болады. Ұстауға ыңғайлы болады. Одан кейін қараймыз, мына жерде 3D моделирование бар. Бұл жердегі негізгі функциялар қазірше керек емес. Выбор и размер прицела. Негізгі прицелдің размері, осы жерден де изменить етсек болады. Міне бұлай размер прицела үлкейіп кетеді қайттан. Бірақ та бағанағы параметрге қайтадан кіріп, бұны өзімізге ыңғайлы, мысалға ол серединадан кішкене төменірек жерге қойсақ, сол өзімізге ыңғайлы болады. Демек, кез келген осы рабочий органға байланысты, яғни параметрлер, ручканың параметрлері, размер ручек, цвет ручек дегенде бұларды қазір қарастыратын боламыз. Осылардың бәрін осы жерден өзгертсек болады. Одан кейін применить батырмасын басасыздар, одан кейін ОК батырмасын басуларын жасайсыздар. И және де бұл жерде негізінен өзгеруге тұратындай осы екі параметр, және де мына екі параметр өздеріңізге ыңғайлы болу үшін. И мына жерде цвет, яғни фон, сіздер жұмыс жасайтын фонды өзгертсеңіздер болады. И размер крестика осылай болғаны дұрыс. Осымен біз қазір рабочий органның негізгі элементтерін қарастырдық. ОК батырмасын басып мен шығатын боламын. Енді қарапайым бір-екі операцияны орындайық. Алдымен автокадта чертежді жақындату немесе алыстату ол мышкадағы роликтің көмегімен жүреді. Егер біз роликті жылыстатын болса алдыға қаратай, ол жақындайды. Артқа қаратай жылыстатын болса ол алыстайды. Көрдіңіздер ғой? Яғни роликпен жақындату и алыстату. И және де оңға және солға жылжыту үшін роликті басасыздар да мышкамен жылжытасыздар. Мышкамен жылжытасыздар. Бұл екеуін біз түсіндік, жақындату, алыстату және де мышкамен жылжыту. И біз 2D чертежбен жұмыс жасаған кезде бізде X, Y координатасы тұратын болады. Яғни біз вид сверхумен жұмыс жасағандай боламыз, бір сөзбен айтқанда. Енді қараймыз. Бұл жердегі негізгі функциялар, қазір мен тағы да бір-екі функцияны өтетін боламын осы жерде. Бұл алдымен рисование элементтеріне тоқталатын боламыз. Көреміз. Рисование элементтері бұл өте көп элементтерден тұрады, бір сөзбен айтқанда. Бірақ практикада қолданған кезде бұлардың бәрі полностью қолданылады деп айтуға келмейді негізін, шынына келгенде. Практикада көбіне негізгі фигуралар, полилиния, және кейбір мына жердегі фигураларды қолданысқа ие негізінен. Енді осылардың жұмысына тоқталайық. Алдымен қарайық. Бізде мына жерде отрезок, полилиния және круг және дуга деген тұр. Отрезоктың өзін бастап сызып көрейік. Отрезоктың өзін басамыз.
бірінші нүктені белгілейміз и екінші нүктені белгілейміз. Содан кейін қараңыздар, отрезкті бастық, бірінші нүкте, екінші нүкте, интер батырмасын бассаңыздар болады. Бірінші нүкте, екінші нүкте, интер батырмасын бастым. Менде отрезктар орын алды. Немесе отрезктің өзін белгілеп, бірінші нүктені басасыздар, екінші нүктені басасыздар, мышканың оң жағын басып, вывод батырмасын бассаңыздар да операция тоқтайды. Және де бұл отрезк негізінен бесконечный сыза берсеңіздер де болады, тоқтамай. Көрдіңіздер ғой? Мына жерге негізінен замкнуть деген команда бар. Қараймыз. Мен бесконечный сызып келдім, кішкене мына жерге дейін алып келдім мысалға. Сосын мына замкнуть деген командный строкада шығып тұрады, замкнуть бастық, ол бізге бәрін жалғап береді. Көрдіңіздер ғой? Міне, отрезк біз қарапайым жолмен мысалға сыздық. Енді осы отрезктер арқылы біз белгілеуді үйренейік. AutoCAD-та белгілеу үшін негізгі объектілерді сол объекттің өзіне бастық болады. Объекттің өзіне бастық бізде мынандай негізгі ручкалар пайда болады. Бұл ручкалар деп аталады, яғни біз осылармен мысалға өзгертсек болады. Көрдіңіздер ғой? Серединада тұрған ручкасы, мына обычный тұрған ручкасы. Бұларды ұзартсақ болады осы нүктемен, қысқартсақ болады мысалға. И біз осылай мысалға белгілеп, сосын мына жерде бізде delete командасы бар. Delete командасын басып өшірсек болады. Яғни delete командасы өшіру, ал қазір Ctrl-Z-пен мен қайтадан артқа қайттым. Енді қараймыз. AutoCAD-та белгілеу үшін мен қазір кішігірім бір қарапайымдау мен сызайын. Сызықтарды сызып сіздерге примерно көрсетейін. AutoCAD-та белгілеудің түрлері. Яғни бірінші белгілеуді қарастырдық, ол барамызда үстінен басамыз. Егер бізге осы сызықты өшіру керек болса, басамыз да өшіреміз. Түсінікті ғой? Енді келесі белгілеулер. Бізде қазірше мына жерде 5 сызықты көріп тұрмыз. Келесі белгілеу, егер мышканың оң жағын басып, негізі основной бұл белгілеу емес, мышканың оң жағын басып, жоқ, кешіріңіздер. Мышканың сол жағын басамыз, обычный сол жағын, и бірақ та қараңыздар, солдан оңға қаратай мышканы жүргіземіз. Осы кезде мынау жасыл аймақ пайда болды. Көрдіңіздер ғой, жасыл аймақ. И жасыл аймаққа бізде осы 5 объектінің кішкене ғана бөліктері ғана кіріп тұр. Кішкене ғана бөліктер кіріп тұр. И одан кейін қайтадан сол мышканың сол жағын басатын болады. Міне бізде белгіленді. Көрдіңіздер ғой? Қайталаймыз, мышканы сол жағын басамыз, солға қаратай жүреміз. Яғни объект кішкене ғана бөлігі, объектінің кішкене ғана бөлігі кіріп кетсе болды, ол оны белгілейді жасыл аймақта. Көрдіңіздер ғой, міне белгіледі. И оны мысалға delete батырмасымен өшірсек болады. Қазірше мен Ctrl-Z-пен артқа қайтайын. Яғни бірінші белгілеуді біз қарастырдық. Енді екінші белгілеуді қарастырамыз. Екінші белгілеу кезінде мышканың әдеттегідей сол жағын басамыз да оңға қаратай жүрейік. Оңға қаратай жүрсек бізде жасыл жазықтық пайда болды. Жасыл жазықтық. Егер біз осыны басатын болсақ, бізде белгіленбейді. Жасыл жазықтықтың бір артықшылығы, бұл тек қана осы неге кірген сызықтарды белгілейді. Яғни мына сызықтар полностью кіру керек жасыл аймаққа. Әйтпесе ол оны кіргізе алмайды. Мысалы қараңыздар, мен қазір үшеуі полностью кіріп тұр, олар менде жирный болып тұр. Мен мышканы сол жағын қайттан бастым, үшеуі ғана кірді. Ал егер мен басып былай қаратай жүрсем, олардың ешқайсысы да кірмейді. Түсінікті ғой, иә? Яғни біз бір сөзбен айтқанда белгілеуді қарастырдық қазір. Яғни кішкене бұларға сіздер жаттығу жасайсыздар. Белгілеудің осындай негізінен 3 түрі бар. Енді егер сіздерде мысалға чертеж жоқ болып кетті, чертеж өте алыста болып кетті, осы кезде қандай жағдай болады? Чертеж табу үшін. Ол үшін роликтің көмегімен 2 рет басасыздар. Қараңыздар. Роликтің көмегімен 2 рет бассаңыздар, AutoCAD соңғы орындаған чертежға алып келеді. Яғни объектілерге алып келетін болады. Түсінікті ғой, иә? Объектілерге алып келеді.
Енді келесі операцияны қарастырайық. Бұл келесі операция бізде полилиния болады. Полилинияны басқан кезде бізде начальная точка деп тұр. Көрдіңіздер ғой? Полилиния, начальная точка деп. Командный строкада бізде көрсетеді начальная точканы таңдаңыз деп тұр. Таңдадық. Следующая точка деген бар. Следующая точканы мысалға бүйтіп жалғастыра берсек те болады. Тоқтатпай. И одан кейін мысалға осы жерден мына жерде бізде альтернативный меню деген шығады. Альтернативный менюға сол дуга десек болады. Дуга десеңіздер, яғни біз бұлай доға арқылы сызатын боламыз. Полилинияның өзі доға болып кетеді. Көрдіңіздер ғой? Полилинияның өзі доға сияқты болып кетеді. И осы жерде мен қазір замкнуть деген басайын. Замкнутты бассам, менде бағанағы мына жерде басталған неге, яғни дуганы алып келді да, просто екеуін бір-біріне қосты. Яғни полилиния дегеніміз ол отрезок сияқты. Енді екеуінің айырмашылығын көрейік. Мен қазір отрезок тізсам, міне дәл солай келдім. Мына жерге замкнуть батырмасын бастым. Міне мен отрезоктың айырмашылығы қазір көрсетемін. Отрезок тізсім. Енді полилиния тізсем, дәл осылай. Енді полилиния тізсем, замкнуть деген команданы басам. Міне полилиния сызылды. Енді артықшылығы мынандай. Полилинияны белгілесек, ол бәрі контур болып полностью белгіленеді, бүкіл полилиниялар. Ал отрезокта белгілесек, онда ол тек қана бір ғана отрезокты ғана белгілеп тұр. Көрдіңіздер ғой, яғни осы жерде айырмашылықты көруімізге болады. Жалпы негізінен практикада отрезокта, полилинияда қолданылады. Олардың өзінің әрқайсының жұмыс принциптері бар деп айтсақ та болады, бір сөзбен айтқанда. Қолданыс айлағы бар, яғни қолданатын жолы бар әрқайсының, әртүрлі жолдар. И қайттан полилинияны басайық, начальный точканы белгілейік. И бізде мысалға мына жерде басқа да мысалға кейбір командалар пайда болып отыр. Мысалға длина сегмента деген бассақ, мысалға 100 мм десем, 100 мм сызады мысалға ол. Яғни мына сегменттікі 100 мм болу керек, яғни бірінші сегментті оны тексеру үшін измерить батырмасын басып, расстояние деген бассаңыздар. Мына жерден мына жерге дейін ол бізге негізгі расстояниені көрсету керек болған. Так, алдымен біз өзіміздің модельде, автокадта біз миллиметр системасымен жұмыс жасап жатырмыз ба, жұмыс жасап жатқан жоқпыз ба, соны білу үшін файлға басып, мына жерде utility деген бар, осыған басып, единица измерения дегенге басатын боласыздар. Яғни қазір қараймыз, точность кетейік, бізде қазірше миллиметр международный деп тұр, и окей. Миллиметр международный деп тұр, окей. Жалпы бізде былайша айтқанда негізінен дұрыс болып тұр. Енді полилинияны басайық. Бірінші точка, мысалға длинаны басайық. Ол сегмент өте кішкентай болып тұр, көрдіңіздер ғой. Енді мен қазір осыны тексерейін размерін. Мынан мысалға мына жерге дейін қанша миллиметр. Міне расстояние деп тұр, көрдіңіздер ғой, 99,85. Мен бұны толық түрде алып тұрған жоқ, себебі мен мына жердегі кейбір параметрлерді қосқан жоқпын. Кейбір параметрлерді қосуым керекпін, оны мен толық түрде білу үшін. Енді соған назар аударамыз. Мынау бізде 100 мм болу керек. Если мен қазір измерить батырмасын алып бұны 2 нүктесінен алсам, шамамен мен белгілі бір қателік жіберіп тұрмын, көрдіңіздер ғой, 0,34 мм-ге мен қателік жіберіп тұрмын. Сондықтан мына жерде бізде панельдер, қасиеттер панелінде бізге сіздерге де қосу керек, негізгі қосылып тұру керек функциялар бар. Сол функцияларға назар аударайық. Ол функция бірінші қараймыз, ол динамический вывод деген. Динамический вывод деген қосылатын болса, онда біз мынаны сызатын болсақ, бізге яғни градус көрдіңіздер ғой, бәрі көрініп тұрады. Ал егер мен динамический выводты өшіріп қайттан отрезок сызатын болсам, ештеңе көрінбейді. Көрдіңіздер ғой.
Сондықтан динамический вывод қосылу керек. Одан кейін полярное отслеживание деген команда бар. Яғни полярное отслеживание қазір көрсететін боламын. Мысалы динамический вывод сызылды. И былай қарасақ бізде ешқандай мысалы градустарды тек қана біз жазып қана регулировка жасай аламыз. Мысалы мынаны 100 мм, ал градусты жазу үшін мысалға тап батырмасын басам, мына жерге 45 десем, бізде бір отрезок шықты. Енді сол 45 градусты 45 градус деп жазып жүрмеу үшін бізге мынандай команда болып қойған: полярное отслеживание деген. Оны мына жердегі үшбұрышты басатын болсақ, бізге мына жерде определенный бір градустар көрінген негізгі функцияларды көрсетеді. Түсінікті ғой, иә? Осы жерден 15, 30, 45, 60 деген таңдасақ, бізде мына қосылады. И қазір мен отрезокты алып келіп сызатын болсам, менде белгілі бір жасыл линия пайда болды. Көрдіңіздер ғой? Яғни қараймыз, міне 0, 15. Яғни ол өзі кішкене жақындап ұстап алады. 30, 45, 60. Көрдіңіздер ғой, иә? Яғни мен бағанағы 60, 30, 45 дегендерді сызбай ақ, мысалы 30 градус деп, мысалы 45 мм деп сызсам болады. Демек, бұл полярное отслеживание. Ну, қазірше 45, 90, 135 дегенді қойыңыздар. Одан кейін команда бұл изометрическое проектирование. Бұл қазірше тұра берсін, бірақ бұны қоспайсыздар. Егер мына командалар сіздерде жоқ болса, сіздер оны мына менюдің ішінен табасыздар. Мына менюдің ішінен тауып қоясыздар. Енді келесі негізі командалардың бірі бұл отображение опорных линий деген команда. Бұл команда қосылып қою керек. Сіздерде де қосылып тұру керек. И одан кейін мына жерде бізде команда бар: привязка курсора опорным точкам деген. Яғни ең маңызды командалардың бірі болып тұр. Оны қазір көрсететін боламын. Мысалға қараңыздар, мен отрезок сызамын. 120 мм деп жазып, интер батырмасын басайын и escape басайын. 120 мм отрезок. Енді мен тағы да бір отрезок сызып, осы отрезоктың бір сөзбен айтқанда центрынан сызғым келеді. Бірақ мен примерно бұның центрі осы жерде алып, бұларда қоятын болсам, одан измерить батырмасымен расстояниені алып, мына жерден тексеретін болсам, бұл бұның бір сөзбен айтқанда ортасы емес. Белгілі бір мен бір ошибка жіберіп тұрмын. Сондықтан мен оны өшіремін. Бізде мына жерге командаға келетін болсақ, бізде конточка, середина, центр деген сияқты командалар тұр. Енді бұлардың әрқайсысы өзінің өзіндік жұмысы бар. Түсінікті ғой? Сондықтан осы жерден біз негізгі мына жердегі параметрлерді қосамыз. Яғни ол екі нүктесі, серединасы. Қазірше осыны көрсетейін сіздерге. Енді отрезокты алып сызыққа келетін болсам, қазір мен қоспаттым, қосайын. Менде үшбұрышты бір жасыл не пайда болады? Белгіше. Яғни бұл центрі. Автоматически мына жерде ол привязка ұстап алады. Көрдіңіздер ғой? Соны басып артқа қаратай баратын болсақ, қойсақ, изменить батырмасын басып, расстояниені басып, екі конточка деген. Бірінші нүкте, контрольный нүкте, екінші контрольный нүкте. Біріншісімен, мысалы, екіншісі тексерсек, міне 60 мм деген шығып. Демек, бұлардың өзінің, әрқайсысының өзінің жұмысы бар деген сөз. Дәл сол сияқты, мына жерде центр, яғни центрін табу үшін, геометрический центр табу үшін, узел, квадрант болу үшін, және мына жерде касательный и пересечение, ставка, нормаль и параллельный, және осы сияқты пересечение деген сияқты командаларды қосып қойғандарыңыз дұрыс болады. Оларды қосып қойдық. Яғни бұлардың өзінің әрқайсының жұмыстары бар. Енді келесі бұл жерде вес линия, бұл қазірше керек емес. Бұл тұра берген дұрыс. Оны біз слойларды өткен кезде қарастыратын боламыз. Прозрачность, яғни линияның прозрачность. Бұл командада қазірше керек емес. Бұны жалпы қолданылатын жерлер болады. Ол көбіне штриховканы қойған кезде кішкене прозрачность қоюға болады, қоймауға болады. Оны сол кезде біз қарастыратын боламыз. И одан кейінгісін қарайық. Келесі командалар, бұлар аннотативных объектілерге арналған командалар болып табылады.
Бұлардың бәрі ол аннотативностьпен жұмыс жасау барысында тағы да түсіндіріледі, кеңінен қарастырылады. Жалпы осы командаларды қосып қойыңыздар. Егер артқы жақтағы сетка кедергісін келтірсе, оны өшіріп қойсаңыздар болады. Енді келесі команданы қарастырайық. Біз полилиния салуды қарастырдық. Көрдіңіздер ғой, маған мысалға уже жеңіл болды. Өйткені менде мынандай нүктелер пайда болады. Қазір мен полилинияны белгілесем, менде мынандай бір нүктелер пайда болды. Көрдіңіздер ғой, бұл ручка, размер ручка. Осылар арқылы мен бұны өзгертсем болады, кішкене направлениесін ауыстырсам болады, расстояниесін өзгертсем болады. Көрдіңіздер ғой, бұны қазірше мен өшіріп қоя қояйын. Енді келесісі бұл бізде шеңбер, яғни круг. Бұлар қалай салынады? Бұлардың салыну жолдары қандай? Соларды қарастырайық. Алдымен центр радиус деп тұр. Центр радиус дегеніміз басамыз мысалға. Қазір бастым. Мына жерге центр, егер астына қарайтын болсақ, круг, центр круга деп тұр. Көрдіңіздер ғой? Круг, центр круга. Енді центр круга деп тұр. Мен бірінші центрін таңдаймын. Бастым кез келген жерге. Бізде ол қазір радиусты сұрайды. Радиусы 100 мм дейік. Enter. Если мен қазір мынаны өшіріп қойсам, сосын келесісін бастасам. Диаметр, центр диаметр деп тұр. Бірақта мен мынаның центріне салуым керек. Яғни мынаны осы шеңбердің центріне салуым керекпін. Қазір мен мысалға мында салатын болсам, бұл явно мен определенный бір ошибка жіберіп тұрмын. Сондықтан бұл жерде жаңағы команда центр дегеніміз қосылып тұру керек. Сондықтан мына жерде ОК батырмасын басам. Сосын мына жерде диаметр деген басам. Центр диаметр бастым. Мына шеңберде былай өтетін болсам кішкене, көрдіңіздер ғой, кішкене белгілеп жүріп өттім, бірақ жерді баспадым. Бізде мынандай нүкте пайда болды. Сол нүктеге барамыз, бұл центрі жылжытамыз, мысалға диаметр 50. Диаметр 50, радиусы 50 қателеспесем. Немесе 100. Енді біз шеңбердің қазір екі түрін көрсеттім салуды. Енді одан ары қаратай бізде басқа да түрлері бар. Қарап отырсаңыздар. Яғни ол үшін бізге нүктелер керек болады. Яғни нүктелерді қолдану арқылы салсақ болады. 2 нүкте және 3 нүкте арқылы. Енді оны қалай қараймыз? Мысалға мұнда келейік, көрейік қалай жасауымызға болатынын. Алдымен мына жерде utility деген команданы бассаңыздар, осы жерде отображение точек деген команда бар. Отображение точка дегенді басып, точканың негізгі нүктені мен мысалға былайынан белгілеймін. Относительно экрана деген тұра берсін. ОК батырмасын басайық. Бізде мына жерде точка деген команда бар. Несколько точек деген бассақ, бірінші нүкте, екінші нүкте, кез келген жерге қояйық, үшінші нүкте и escape батырмасын бастым. Яғни точка командасын мен мына жерден алдым. Одан кейін шеңберді басып, мына жерде 2 точка деген басатын болсақ, бізге мына жерге шығады. Центр круга или первая конечная точка диаметра деп тұр. Белгілейік мысалға, бірінші нүкте осы, екінші нүктесі мына жер болды. Бастық. 2 нүкте арқылы бізде шеңбер тұрғызылды. Көрдіңіздер ғой? Енді келесісі бұл 3 нүкте арқылы. Басамыз. Бірінші нүкте, екінші нүкте и үшінші нүкте. Яғни мына шеңбер 3 нүктенің центрынан өтіп тұр. 3 нүктені басып өтіп тұр деген сөз. Яғни бұлар қарапайым. Енді келесісін қарастырайық. Келесісі бұл 2 точки касания деп тұр. Ол үшін маған 2 мұндай кішкене бір сызықтар керек болады. Бұлайынан қойайын. И одан кейін 2 точки касания радиус дегенді басамыз. Бастым.
бірінші нүктені мына жерге оқыңыздар, мен мына жерге қарасаңыздар, укажите точку на объекте, задающий первый касательный деп тұр. Бірінші касательный и екінші касательный бастым. Енді радиусты белгіле деп тұр. Мысалы радиус менде бір сөзбен айтқанда 200 деп алайық. 200 интер. 200 деп алдым. Менде мына нүктемен мына сызық касание, мына сызықпен мына шеңбер касание болып тұр. Енді келесі, бұл бізде 3 точка касание деп тұр. Бұл да дәл сондай. Мына жерге үшінші нүктені қояйық, үшінші сызықты қояйық. Мынаны қазірше белгілеймін да, басып, delete батырмасын басып, удалить. Одан кейін 3 точка касание белгілеймін. Бірінші, екінші және үшінші. Яғни үшеуіне касание болып тұр бұл жерде. Көрдіңіздер ғой? Яғни біз қазір отрезок, полилиния, яғни шеңберді қарастырдық. Одан кейінгі бізде негізгі операция бұл дуга болып табылады. Яғни бұл жерде дуганың қарап отырсаңыздар, түрлері өте көп. Бұл жерде. Енді соның бір қарапайым дуганы мысалға сызып қарастырайық. Оны сызу барысында трем точкам деп тұр. Мысалға осы дуганы басамыз. Мысалға бірінші нүкте, екінші нүкте, мысалға үшінші нүкте деп басып, бұл қарапайым жолмен тұрғызылып отырған бізде дуга, яғни доға. Одан кейін начало центр деп тұр. Яғни начальная точка. Одан кейін центральный, мен начальный точканы белгіледім. Центральный точка и мен центрдан былай қаратай жылжытсақ болады. Көрдіңіздер ғой, мынандай кішігірім доға шығады. Одан кейін начало центр угол деп тұр. Начальная точканы көрсетемін. Сосын центральная точка. Сосын углды көрсетемін. Бұл да дәл сондай, бірақ тек қана углдың өзін жазуға болады. 75 градус. Көрдіңіздер ғой? И дәл сондай, мысалға, начало центр длина дегендер бар. Басамыз. Начальная точка и центральная точка и длинасы мысалға 1000 болсын. 1000 миллиметр, мынаның длинасы болады. Және сол сияқты мен қазір 2-3 параметрді көрдім. Және басқа параметрлерді сіздер қарап көрсеңіздер болады. Мына жерде начало, конец, угол деген тұр. Начальная точка и конечная точка. И қараймыз мысалға. Бізде мынандай өте үлкен шеңбер шығуы мүмкін. Кішірейтсек, мынандай бір доға пайда болады. Демек, кез келген команданы жасау барысында сіздер командный строкаға қарап отырсыздар. Начальная точка дуги деп тұр. Мысалы, бірінші нүкте. Одан кейін укажите центральный деп тұр. Мына жерде центр. Одан кейін градусты. Мысалға, оны кез келген жерде регулировать басып қойсам да болады. 45 градус. Демек, сіздер командный строкаға қарап отыруларыңыз керексіздер. Түсінікті ғой. Қазір мен escape батырмасын басып, командалардың бәріне отмена бердім. Енді келесі бізде ол тіктөртбұрыш. Тіктөртбұрышты басатын болсам, и қараймыз, укажите бірінші нүкте и екінші нүкте арқылы, мысалға, біз тіктөртбұрышты тұрғызамыз. Және де оның альтернативный командаларына кіретін болсақ, мысалға, фаска деп тұр. Длина первой фаски, мысалға, 25 дейік. Окей. Және де бұлар негізінен екінші нүктені бізден сұрап отты. Бірақ біз екінші нүктені белгілемедік. Дәл сондай мына жерде осы прямоугольниктің негізінен көбіне бір сөзбен айтқанда ол жалпы былай қарай осылай ғана салынады көбіне. Если біз осы нені белгілесек, одан кейін бірінші нүктені белгілесек, бірінші нүктені ғана белгіледім. Мен мына жерге размерді басатын болсам, длина прямоугольника деп тұр. Мысалға 100 мм, интер. И ширина 100 мм, интер. И мына жерге маған сондай нені қойып беріп тұр. Көрдіңіздер ғой, тіктөртбұрышты. Яғни керек параметр негізінен осы.
Енді келесісін қараймыз. Бұл бізде полигон. Полигон деген болған бізде 4 сторон деп тұр. Мысалға мен қазір бұл 5 дейін де интерге басайын. И сосын менде укажите центр многоугольника деп тұр. Көрсеттім, мынаны выписание дейік. Былай жылжытатын болсақ, бізде мынандай бір фигура пайда болады. Яғни біз бұның санын көбейтсек болады да бұл жерде. Басамыз. Мына жаққа 11 деп интерді басып, выписание десем, міне 11 жағы бар. Осындай көп бұрышты салып беріп тұр. Түсінікті ғой, Енді келесісі, бұл бізде эллипс. Эллипс салудың өзі. Бұл сөзбен айтқанда 3 жолы тұр. Біріншісі белгілейміз. Центр эллипса и конечная точка деп тұр. Конечная точка мына жерде болсын. И сосын мен эллипсті саламын. Размерін үлкейтсем болады. Осылай қойсам болады. Одан кейін ось и конец деп тұр. Ось и вторая конечная точка мына жерде. И бұл да дәл сондай характеристиканы ұстанып тұр. Одан кейін эллиптическая дуга деген тұр. Конечная точка оси эллиптической дуги деп тұр. Бастық. И вторая мына. Бұл да соның негізіне ұстанады, бірақ та тек қана жасалу жолдары бір сөзбен айтқанда кішкене басқашалау болады. Так, біз мына жерге дейін ғана саламыз дейік. И осылай дуганы салсақ болады. 3 түрі бар. И одан кейін мына жерге қараймыз. Рисованияда бұл штриховка, градиент, контур деп тұр. Көбіне бұл жерде штриховкамен жұмыс жасайды. Штриховканы басатын болсақ, қазір штриховканы ғана бастым. Бізге определенный бір штриховкалар шығады. Штриховкамен жұмыс жасау аймағы шығады. Егер біз осы жерден, мысалға мен штриховка қойғым келсе, анси 36 дегенді басатын болсам, яғни мен тұйық контурдың ішіне ғана салам. Ал мына контурға мен оны сала алмаймын. Көрдіңіздер ғой, невозможно определить замкнутый контур. Закрыт. И одан кейін закрыть создание штриховки деген басамыз. Бізде мынандай штриховкаларды қойып отыр. Енді осыны белгілесек штриховканы, біз штриховкаға кіреміз. И масштабын кішкене үлкейтсек. Масштабты 5 есе үлкейттім. Закрыт. Яғни штриховка бізде қойылды. Яғни штриховканы бұл негізі көп қойылады, бір сөзбен айтқанда көп орындалады бұлар. Если біз штриховканың өзін басатын болсақ, бұл жерде мысалға указать точки деген тұр. Мысалға бірінші нүктені апарып, нүктемен ғана біз замкнутый контурға қойсақ болады. Немесе мына жерде выбрать объектный контур деп тұр. Көрдіңіз, контурдың объектін, сыртқы жағын белгілеп тұр. Солай қойсақ болады. Яғни бұны қоюдың 2-3 жолы бар. И одан кейін мысалы градиент деген бар. Градиент деген басып, мен қазір указать точки дегенді басатын болсам, біз определенный мысалға бұл жерге түстерді қойсақ болады. Және басқа да түстерді қойымызға болады. Негізінде бұның түрлері көп. Белгілі бір обозначенияларды қою барысында қолдансақ болады. Және басқа да случайларда қолданылады. Одан кейін мына жерде мысалға контур деген тұр. Бірақ бұл бізге қазірше керек емес. Және де бұны бір сөзбен айтқанда өте көп қолдана бермейміз. Сондықтан мен бұны қазірше қалдырамын. Көбіне осы екеуімен жұмыс жасалады. Одан кейін бізге керек командалардың бірі бұл жерде spline деп тұр. Яғни spline по определяющими точками тұр. Сплайнды бассақ, и қарапайым біз мынандай доғаларды жасасақ болады. Көрдіңіздер ғой? И мына жерде біз замкнут деген батырмен бассақ, бізде мынандай бір сплайн шығады. И мына ручкалар арқылы бұны біздер кішкене өзгертсек болады. Көрдіңіздер ғой? Келесі сплайн бар, яғни ол екінші сплайн.
яғни вершиналармен. Мысалы қараңыздар, біреу міне мынау бір сөзбен айтқанда мына дуга мына үшбұрыштың ішін толтырады. Көрдіңіздер ғой? Сол арқылы мысалға біз өстіп салып шықсақ болады. Окей. Келесі бұл прямой линия. Прямой линияны алсақ, кез келген бағытта қойсақ болады. Былай мысалға. Бұл мысалға безограниченный доступ. Яғни шексіз мысалға осындай сызықтар қоюға болады. Мен қазірше бұларды өшіре тұрайын. И одан кейін мына жерде луч, бұл да дәл сондай, бірақ бір бағытқа. Көрдіңіздер ғой? Бұл да қарапайым операция негізінде. Одан кейін мына жерде нүкте, одан кейін мына жерде поделить и разместить деген негізгі командалар бар. Разместить. Мысалы қараңыздар, мен мына жерге осындай отрезок сызатын болсам, и одан кейін маған осы отрезокты бөлу керек болса, мен мына команданы қолдансам, бөлу командасын, отрезокты белгіледім, число сегмент мысалға 10. Яғни қараңыздар, бір сөзбен айтқанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни менің мына сызығымды бірдей теңдей 10 бөлікке бөліп берді. Көрдіңіздер ғой? Бұл мына команда. Оны қолдану үшін қайтадан мысалға сызайын, мына қарта 1000 мм сызайын. Enter. Escape батырмасын бастым. Қайтадан кірейін осында, и мына жерде бөлу батырмасын басайын. Белгіледім. Белгілегеннен кейін маған число сегмент шықты. 10 Enter. Не? 10 бөлікке мен теңдей бөліп берді. И менің әр бөлігім 100 мм-ден болып тұр. Көрдіңіздер ғой? Әр бөлігім 100 мм. Енді тағы да бір сондай бір келесі команда бар. Осымен тағы да бір нені сызайын. 1000 мм дейін. Enterді басайын. Окей. Келесі команда бұл разметить. Яғни бұл жерде расстояниелер көрсетіледі. Белгіледім мысалға. Длина сегменті мысалға менде 150-ден болса қанша болады? Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 жарымдай. Ана шығарып тұр. Көрдіңіздер ғой? Тексерейік мыналарды. 150. Яғни 1000 мм-ге 150-дік аралықтан қанша өсетіндігін көрсетіп тұр. Түсінікті ғой, 150-дік аралыққа. Яғни бұлардың кішкене бір-біріне қарама-қайшылығы бар. Мына жерде бізде кішкене не артылып қалу керек. 100 мм бізде артылып қалады. 900 мм 150 6 бөлікке бөлінеді. Қараймыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6 мына бөлігі артық. Көрсетіп айтқанда. Біз бұны қарастырдық. Одан кейін мына жерде мысалға область командасы бар. Көбіне бұл командамен біз мысалға көп қолдана бермейміз. Сонда да бұны примерно қазірше қарастырып өтейік. Екі мысалға осындай прямоугольник сызайық. Былай. И мысалға областьті басайық. Выберите область деп тұр. И мысалға окей. Замкнутый контур шығарып тұр ол бізге. Область. Так. Екінші. И окей. Бұл бізде қазір замкнутый контур болып тұр. Сондықтан ол бізде бір ғана область создать етілді деп тұр. Егер мен қазір мынаны отрезокпен қоятын болсам, отрезок жеке-жеке тұр. Көрдіңіздер ғой? Одан кейін мен мына область деген басып, мына объекттің бәрін белгілеп, мышканың оң жағын басатын болсам, бір область шығарып береді. Көрдіңіздер ғой? Бір сөзбен айтқанда бәрін біріктіріп беріп тұр ғой. Түсінікті ғой? Бәрін біріктіріп беріп тұр. Келесі бізде ол маскировка.
егер бірінші нүкте, екінші нүкте, үшінші нүкте, төртінші нүкте деп қоятын болсам, бізде мынау линияның ар жағы көрінбейді. Яғни мен бұны маскировать етіп тастадым. Көрдіңіздер ғой? Мына жағын көрсетпей қойдым. Яғни бұл кішкене маска беру, яғни маскировка қызметін атқарады. Келесі бізде бұл 3D полилиния, спираль и кольцо и облако дейді. Облаканы қарастырайық. От руки дегенді. Өйткені мынау кейбір элементтер бұлар көбіне 3D моделированиеде көбіне қолданылады. Сол облако. Бірдеңке жазу керек болса, белгілі бір объяснение беру керек болса, белгілі бір фигураны қою керек болса, мысалға осындай облакалық нені қолдануға болады, команданы. Мына жерде радиус өте кішкентай, мысалға жақындатайын тағы да. Негізінен облакалық команда осыған қолданыс табады. Енді қараймыз. Біз бүгін бір сөзбен айтқанда рисование командаларын қарастырдық. Енді редактирование командаларын қарастыратын боламыз. Келесі сабағымызда. Осы екі сабақ біткеннен кейін, осы екі сабаққа арналған бізде практикалық жұмыс болатын болады. Сол практикалық жұмысты істейтін боламыз. И сол кезде сіздерге тағы да бір мәрте үй жұмысы берілетін болады. Қазір сіздер осы негізгі параметрлерді қайталап, сызып, қолдарыңызда жаттықтырыңыздар.